ең үлкен қасірет бұл дүниеде банкрот болу емес. Ең үлкен қасірет ақыретте банкрот болу, ағайын. Бұл дүниеде намаз оқыдың, ораза ұстадың, мешіт салдың, Алла жолында мал жұмсадың. Ақыретте барғанда соның бірде-бір сауабын көрмесең, міне нағыз банкрот сол. Ал бұл дүниеде сенде мүмкіндік бар, мысалы, фирмаң банкрот болып тарап кетті ме, басқаша жол бар, Құдайдың берген ырзық несібесі кең. Саудаң жүрмей қалды, қызметің өспей түсіп қалдың, ештеңе емес ол. Қайтарып алуға болады. Кеудеңде жаның бар, Алла мүмкіндік беріп тұрады екен, әрекет қыласың. Ал дәл жаңағы мақшарда бір күні 50 мың жылға тең, мақшарда ентелеп тұрып, есеп қисапқа келген кезде амалдап берің пустой болып тұрса, ол кезде артқа ход болмайды. Ең үлкен банкрот осы. Сондықтан Абу Ханифа рахимахулла айтады, 3 нәрсе бұл адамның ісін түгел жойып жібереді. Яғни ақыретте банкрот болады 3 түрлі адам. Кім? Бірінші дейді, шірк келтірген адам дейді Аллаға. Егер Алла мұртат болып, немесе мүшрик болса, оның жасаған амалының көк тиынын көрмейді. Екінші дейді, Алла үшін жасаған ісін міндетсінген адам дейді. Ол жасаған ісінің сауабын көрмейді дейді. Алла тағала айтады, жасағандарыңды дейді, жаманшылықпен жойып жібермеңдер дейді. Құранда айтады. Сол міне міндетсіну. Беріп жатырмыз ғой. Бір көретін уақыттарым болды ғой мен. Мен болмаса бір берген қағаздарым жоқ, бір жапырақ. Болмаса жаңағы Аякең айтып, имамдарың айтса, бәкең білен кішкене бір жапырақ қағаз беріп алдап қойсын да дегендей секілді. Жоқ. Үшіншісі рия. Біреу көру үшін істеу. Осы 3 нәрсе ақыретте сені банкрот етеді. Осы нәрседен біз аулақ болуымыз керек.